дөңгелегі 28 рет айналғанда ол 6594 см жол жүрді. Көлдің дөңгелегі радиус қандай? Дөңгелек 28 рет айналғанда 6594 см жүрді. Онда бір рет айналғанда қанша жол жүрген табу үшін 6594-ті бөлеміз 28-ге. Шығады 235,5 см. Ол бір айналым жасағанда. Дөңгелек бір айналым жасағанда деген сөз, ол дөңгелек былай шеңбер тәрізді болса, сол шеңбердің ұзындығы, ал шеңбердің ұзындығының формуласы, ол радиусы белгілі болса, ұзындық тең болады 2π көбейтілген r. Керісінше бізге ұзындық белгілі радиусты табу керек. Дөңгелектің радиусы қандай дейді. Олай болса, радиус табу үшін 235,5-ті бөлеміз 2 және π. П'дің сан мәні 3,14. Бөлейік, радиус тең болады 235,5-ті бөлеміз 2-ге және π 3,14. Пи саны 3,14 пен 235 қысқарады. 75 шығады. 75-ті 2 бөлсек 37,5. Радиус 37,5 см. 5-ші стептің шығарылуы осы. 6-шы степ ықшамдаңыз. Ықшамдауда кәдімгі ақшаны ашып көбейтеміз. X-тарды X-тармен, Y-тарды Y-тармен жатаймыз, сандарды сандармен жатаймыз. Бірақ бір ескеру керек зат, ол жақшаның алдында тұрған санның алдында минус таңба тұрса, көбейткен кезде ішіндегілердің таңбасы қарама-қарсы өзгереді. Яғни 215 тұра берсін. 215 минус 12-ні 5-ке 60x. 12-ні 4-ке, 4-ні алды минус, 12-ні алды минус. 2 минус көбейтеді, плюс 48 керек болады. Минус 12-ні 20-ға, минус 240. Мына 8-ні алды минус, ол да әрқайсысына көбейтіледі. Және ішіндегі таңбалар қарама-қарсы өзгереді, 8-ні алды минус. Кеттік, минус 8-де 5-ке минус 40 керек. Минус 8-де минус 7-ге плюс болып кетеді, минусты минусқа 56x. Минус 8-де плюс 125-ге минус 1000 шығады. Соңғы жақшаның алдында санның таңбасы да минус болғандықтан, ол да жақшаның ішіндегі мына плюстардың барлығын минусқа өзгереді. Минус 4-те 3-ке минус 12x. Минус 4-те минус 2 плюс 2-ге минус 8 керек. Және минус 4-те минус 193-ге минус 4-те 200-ге көбейтіңіз, 800 және 4-те 7-ге 28. 800-ден 28 айтыңыз, 772. Енді сандармен, X-тармен, Y-тармен жинақталу керек. Мысалы, X-тар жинақтайық. Минус 60x қосу 56x минус 12x. Минус 60 қосу 56 минус пен плюс азайтылады. Үлкен сан таңбасы минус қойылады. Минус 60 қосу 56 болады. Минус 4x минус 12 шығады. Минус 16x. X-терден қалғаны минус 16x. Тест болғанда мен бірден жауаппен қараймын. А жауабы болмайды, ода минус 16x жоқ. Б жауабы минус 16x жоқ. С жауабы минус 16x жоқ. Е жауабы минус 16x жоқ. Демек, есептің жауабы Д болу керек. Осы жерде есептің жауабы Д деп белгілеп тоқтаймын. Бірақ сіздердің көзін жету үшін соған көрсетейік. Арасында Д болатын. Мынау 48 керек. Таңбасы плюс 48 керек. Мынау минус 40 керек. Және минус 8. 48 азайтылып 48 азайтылып 8 0 жойылады. Яғни арасында да Y жойылып кетті. Сандардан 3 қалу керек. 2015 санынан, былай ыңғайлы болу үшін 2015 санынан азайтайық бірінші 1000-ды. 2015-тен 1000 азайтсақ, 1015 қалады. 1015-тен азайтайық 240. 1000-нан 200, 815, асамыз 40, 775. Енді 775 санынан 778 санын азайтыңыз, әрине плюс 3 қалады. Минус 16x плюс 3 немесе 3 минус 16x. Жауап арасында да D екен.